Қосбұлақ бастауыш мектебінде адалдық балалар көзімен атты сынып сағаты. Сынып сағатының мақсаты оқушыларды адал жолмен жүруге, таза ниет, адалдыққа үйрету. Қазіргі таңда елімізде адалдық парасаттылық алаңдары жұмыс жасауда. Бұл жұмыс кең көлемде таралған. Елбасымыз айтқандай, сыбайлас жемқорлық бұл ғаламдық мәселе. Одан әлемнің бірде-бір мемлекеті, бірде-бір саяси жүйе, бірде-бір саяси тәртіп қорғалған емес. Сондықтан бұл індетке бірлесе қарсы тұруымыз керек. Жалпы адалдық деген не? Адалдық ол адамның мінезіндегі бағалы қасиет. Жеке тұлғаның сана сезіміне, ар-ұжданына қайшы келмейтін іс-әрекеттер. Сыбайлас жемқорлық деген не? Сыбайлас жемқорлық дегеніміз сындыру, бүлдіру, бұзу, зақымдау, параға сатып алу. Ол көрінбейтін қылмыстың бір түрі, сатқындық, заң бұзушылық. Жемқорлықты жою үшін пара бермеу және алмау керек. Адал, шыншыл болу керек. Мақсатыңа жету үшін өз мүмкіншілігінше жетуге тырысу керек. Қазақстан Республикасының заңына бағыну керек. Пара беру деген не? Қандай да бір коммерциялық келісімге келу үшін, немесе жеке пайдасы үшін жасалатын ынталандыру немесе марапаттау. Ербол, мен саған айтатын бір әңгімем бар еді. Құлағым сенде. Бүгінгі ойында мен бірде-бір гол сала алмадым. Ербол, сен мықты, жақсы қақпашысың. Ербол, ертеңгі ойын бізде шешуші ойын. Оны сен білесің. Маған көмектесші. Бір-екі гол сендердің қақпаларына салайын. Мен саған 500 теңге берем. Жандос, сен не деп тұрсың? Олай істеуге болмайды, сенікі мүлдем дұрыс емес. Мен өйтіп өз командамды сатып кете алмаймын. Әке, мен мектепте жақсы қақпашымын. Бүгінгі ойында мен бірде-бір гол топ жіберген жоқпын. Жарайсың балам. Бірақ бүгін маған Жандос келіп айтты, ертең шешуші ойын. Маған болсып бір-екі гол жіберші. Сонда мен саған 500 теңге берем деді. Сен оған не қыл деді? Мен өз командамды сатып кете алмаймын. Мен өз достарым сатып кете алмаймын. Мен жоқ деп жауап бердім. Сенікі дұрыс емес дедім. Жарайсың балам. Мен сені қолдаймын. Жалпы кез келген іске табандылықпен, төзімділікпен, шыдамдылықпен жету керек. Бұндай істерді ақша беріп, оңай қылып жасағысы келетіндер бар. Иә. Бірақ ондай істің ешқашан берекесі болмайды балам. Жасанды нәрсе жасанды күйінде тұрады. Өтіріктің түбі бір тұтам. Сенің қаныңда тектіліктің қаны бар. Жауапкершілікті, шыдамдылықты, табандылықты, өтірік айтпайтын шыншылдығың мені қуантады балам. Ертең Жандосқа барып, оның бәрін түсіндіріп айтпа. Жарайды. Адам мінезіндегі бағалы қасиет, жеке тұлғаның сана сезімінде ар-ұжданына қайшы келмейтін іс-әрекеттер. Қыла алмай жүр адал еңбек, ұрлық-қулық қылдым деп қоғар көрбек. Арамдық, жамандық көрмей қылмас, мың күн сынбас, бір күні сынар шөлмек. Ер кісі ақылға ермек бойда жеңбек.
Өнерсіздің қылығы өле көрмей, шыға ойламай шығанда қылық қылмай, ерінше бездігінен көкке көмбей. Ойын арзан, күлкі қымбат, екі түрлі нәрсе ғой сырмен сымбат. Арзан жалған күлмейтін шын күлерлік, ел табылса жарайды қылша сұхбат. Біздің адалдық туралы бұлай деп айтқан, алдау қоспай адал еңбегін сатқан, қолы өнерлі қазақтың әулесі сол. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл, талаптан да біліммен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Сыбайлас жемқорлықпен күресуге Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып табылып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің қай-қайсысында қатты алаңдататыны анық. Әділ айтқан жеңер, адамның ұятып бетінде, адам ершілігі ниетінде, ақиқат сөзінде алалық жоқ. Таппай мақтанба, орын таппай баттанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен асық бол, бес нәрседен қашық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер маспаштақ, бес дұспанды білсеңіз, дала бенбеттерің ой, қанағат рақым ойлап қой, бес асығыс көнсеңіз. Ана өнеге берсең балаға, тәрбиесі жоқ жұлдызын жанарма, адалдыққа, даналыққа үйретсең, жолдан таймас, ар болған саналы. Оқушылар, бүгінгі сынып сағатымызды қорытындылай келе айтайын дегенім, әрқашанда адал жолмен жүруге тырысайық. Адамдық жақсы қасиеттерді сақтап, мақсат нәтижелерге жету үшін өз мүмкіншіліктерімізбен жетуге тырысайық.